Баршаңызға сәлем, сіздермен вупипай пирожныйларын дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге осы видеодағы заттар керек болады. Алдымен бөлме температурасына сармайымызға шоколадымызды салып, микроволновкада ертіп аламыз. Содан соң бөлек ыдыста жұмыртқамызды, құмшекерімізді салып аламыз. Құрғақ ингредиенттерді бөлек араластырамыз. Яғни онымызға какао қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Құмшекеріміз ерігенше миксерлеп аламыз. Енді жаңағы микроволновкада еріген шоколадымызды қосып, тағы да миксерлейміз. Ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп миксерлейміз. Міне тестамыз дайын, осындай консистенцияда болады. Енді кондитерлік мешокқа тестамызды құйып аламыз. Кондитерлік мешоктың басын қайшының көмегімен қырқып аламыз. Содан соң пергамент қағазына дөңгелек пішінді етіп орналастырып шығамыз. Бір-біріне жақын болып қалмау керек, себебі піскен уақытта және көтеріледі. Міне біздің корждарымыз дайын. Шетін тегістеп кесіп алсаңыздар болады. Енді кремін дайындаймыз. Творожный сырға қант ұнтағын қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң сливкімізді қосамыз. Қоюланып, біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Ас болсын.